Армысыздар, ардақты ағайын. Эфирде бүгін бағдарламасы. Елімізде вирус жұқтырғандардың саны азаймай тұр. Соңғы бір тәуліктің өзінде 1766 адамнан індет анықталған. Қазақстан әлемде вакцина алған азаматтар саны бойынша 57-ші орында тұр екен. Бүгінде елімізде 1.700.000 адамға коронавирус вакцинасы егілді. Құрметті көрермен, бүгінгі эфиріміз вакциналау тақырыбына арналады. Егер сіз вакцина алсаңыз, әсерімен бөліс отырыңыз. Біздің WhatsApp нөміріміз төменде жазулы, пікір жазып атсалысыңыздар. Алғашқы сауалды Ержан мырза өзіңізден бастайық ендеше. Студия қонақтары қош келдіңіздер дейміз. Қалай қарқын қазір? Жалпы бүгінгі күндері мынау вакцинаны салдыруға азаматтардың құлшынысы жоғары деңгейде өтіп жатыр. Жоспарға сәйкес вакцинаның жаңағы келіп түсуіне байланысты күннен күнге вакцинаны салдырушылар көбейіп келе жатыр. Мәселен, осы сәуір айына дейін күніне 2000-5000 адамға дейін вакцина салдыруға келгенсе, осы бізде сәуір айы бойы күніне 80 мыңнан астам адамдарымыз вакцина салдырып жатыр. Енді бүгінгі күнгі 11-ші мамырдағы мәлімет бойынша еліміздегі вакцинаның бірінші компонентін 1.698.893 адам қабылдаса, екінші компонентін 625.753 адам қабылдады. Бүгінгі күні бізде вакцина жеткілікті, сол себепті ешқандай жаңағы вакцина жетпейді, не болмаса жаңағы азаматтардың жаңағы вакцинаға бармай, салдырмай жатқан фактілері азайды. Енді жаңа айттыңыз ғой, 625 мыңнан асты деп. Бұған дейінде өткен айда, тіпті қазірде жалпы вакцинаға қатысты сондай әлеуметтік желілерде, әсіресе WhatsApp'та керегар ақпараттар өте көп. Халықтың пікірі қазір өзгерді ме? Қалай ойлайсыздар? Сіздер соны бір мониторинг жасап, зерттеп отыратын шығарсыз? Денсаулық сақтау министрлігінде бізде оны мониторинг жасап жатырмыз. Қазіргі уақытта халықтың пікірі енді біразы, енді осы мониторинг бойынша бізде халқымыздың 80%-ға жуығы бізде вакцинаға оң көзбен қарап пікірлерін білдіріп жатыр. Енді олардың арасында бір 20-25% халық бар, сенбейтін халық бар, не болмаса бір өзінің діни себептермен салдырғысы келмейтін. Сонымен қатар біздің көптеген азаматтарымыз теріс ақпараттарға сенеді, жаңағы WhatsApp арқылы, не болмаса бір желілер арқылы келетін. Соған сеніп қалады. Сондай бір азаматтарымыз да бар. Жоспар бойынша биыл 9 миллионнан артық 10 миллионға жуық адамға вакцина егілу керек еді. Жоспар орындалады деп ойлайсыз? Жалпы мынау денсаулық сақтау министрлігінің жоспары бойынша қыркүйек айына дейін біз 10 миллионға жуық азаматтарымызды вакцинациялауға қауқарымыз жетеді. Бұл тек қана біздің денсаулық сақтау министрлігінің ғана қолында емес, біз әр азаматтың басынан сүйреп алып бармаймыз ғой. Сол себепті азаматтарымыздың құлшынысы болса, біз 10 миллионға жуық азаматтарымызды вакцинамен қамтамасыз етеміз. Бұл деген халықтың қанша пайызы? Бұл бізде халықтың 70%-дан жоғары, жаңағы вакцина салдыруға жаңағы жасы жеткен 70%-дан жоғары азаматтарымыз. Түрлі себептермен салғызғысы келмей жатқандар көп па қазір? Енді бүгінгі күні жаңағы бізде өзі бірнеше топ бар ғой, салғызуға болмайтын. Жаңағы жүкті әйелдер, сонымен баласы емізулі әйелдер, сонымен қатар ауырып жатқан адамдар, ауырған адамдармен қатынаста болған, жаңағы 2 аптада карантинде жатқан азаматтарымыз бар. Сонымен қатар бір аллергиясы бар азаматтарымыз бар. Оларға бізде қазір салып жатқан жоқпыз. Сонымен қатар 18 жасқа толмаған балаларға да бізге салмаймыз. Енді денсаулығына байланысты жаңағы аллергия бойынша салдырмайтын азаматтар бар. Соларға ғана бар, бірақ вакцина салам деп келген азаматтарымыз денсаулығын дәрігерлер тексергеннен кейін ұсыныстарын жасап жатыр. Расында да қазіргі уақытта салуға болмайтын, жаңа аллергиясы қозып жатқан уақыттары бар. Ондай азаматтарымызға біз кішкене кейін шегеруге жаңағы мүмкіндік беріп жатырмыз. Енді Ержан мырза, мынандай бір сауал өте халықтың ішінде қазір талқыланып жатыр, жиі айтылып жүр. Мысалы, бірінші дозасын алған адам, бұрын айтылатын еді ғой, 21 күннен кейін барып салдырып алады. Содан маған бір SMS келді деп біраз адам маған хабарласып сұрап жатыр. Сіздікі 21 күннен кейін емес, 45 күннен кейін болатын болды. Сондықтан сіз күте тұрыңыз, 1,5 ай күтесіз, сосын ғана салдырасыз. Бұл немен байланысты? 90 күн деген пікірлер айтылды. Бұл немен байланысты? Неліктен жаңағы 21 күнде тез салдырып,
соны Жалпы көбірек аяқтай беруге ол бойынша да не бізде кедергі? жауаптарымыз бар. Мынау Гамалея ғылыми орталығының төрағасы Гинзбург мырза өзінің сұхбатында осы қазақстандық журналистерге осы жақында берген сұхбатында өзі де айтқан, мына вакцинаны 45 күннен жоғары 90 күннен кейін де салдырса болады. Оның күші күшейеді. Бұл ресейлік вакцинаға байланысты. Ресейлік қана вакцина, бізде қазіргі уақытта мерзімі созылған тек қана Спутник Ви вакцинасы. Ал жаңағы өзіміздің Хаятвак, не болмаса Казвак вакцинасы, ол міндетті түрде 21 күннен кейін салынады. Жаңағы Гамалея институтының төрағасының несі хаты бойынша біз ұзарттық. Өйткені жаңағы бірінші дозаны салғаннан кейін, біраз уақыт өткеннен екінші дозаны салған кезде адамның жаңағы антителалары кішкене ұзақ мерзімде сақталады деген бізде жаңа мәлімдемесі бар. Сол себепті біз ұзарттық. Бірақ кез келген азамат егер вакцинаны 21 күннен кейін салғысы келсе, 30 күннен кейін салғысы келсе, не болмаса қай күні 21 күн өткеннен кейін кез келген уақытта салғысы келсе, оған біз келісеміз. Тек қана кедергі жоқ. Тек қана жаңағы егов портал арқылы не болмаса өзінің емханасына өтінішін білдіріп жібереді. Электрондық түрде бір күн бұрын, ең болмағанда бір күн бұрын біз базаға ол азаматты кіргіземіз. Ол азамат одан кейін бір күннен кейін барып вакцинаны қай күні қаласа сол күнге салады. 90 күнге дейін уақытын созуға болады. Ауыл аймақ жайлы айтайықшы, өңірлерге вакцинаның жеткізілуі қалай? Алда қай өңір вакцина салу бойынша? Жалпы бүгінгі күні бізде коронавирусқа қарсы вакцинациялау бойынша алғашқы үштікте бізде Алматы қаласы, Алматы облысы және Түркістан облысы бар. Ал ең соңында Маңғыстау облысы. Ең соңында бізде бүгінгі күні, ал енді керісінше вакцинациялау қарқыны баяу жүргізіліп жатқан облыстардың қатарына Маңғыстау, Атырау, Солтүстік Қазақстан облыстары. Енді Атырау облысының осы жерде ең аз вакцина алып жатқаны қызық екен. Себебі Атырау қызыл аймаққа да кірді. Ол жерде теңізде мұнайшылардың арасында ауру өте көп шыққан еді. Дұрыс айтасыз. Бүгінгі күні барлық жұмыстар жалпы министрлік тарапынан, жергілікті басқару органдар тарапынан жүргізіліп жатыр. Ақпараттандыру да жүргізіліп жатыр. Сол себепті енді әлі де уақыт әлі де алды. Осы мамыр айында келіп, енді оның үстіне көбіне халқымыз ораза басталып кетті деп, оразанда күтіп отқан азаматтарымыз бар. Оразадан кейін салдырамыз деген. Бірақ біздің бас мүфтиіміздің өзінің жолдауында айтты ғой, ауыз бекіткен адамдарға вакцинаны салуға рұқсат болады, өйткені оның ішінде ешқандай витамин жоқ, дәрумен жоқ болғандықтан вакцинаны салуға болады деп. Енді кейбір азаматтар соның өзінде кішкене кейінге шегерген болып отырған жайттер де бар. Жеткізілу жағы қалай аймақтарға? Вакциналар өңірлерге бізде уақытылы жеткізіліп жатыр. Өңірлердегі ауылды аймақтардағы бізде емханаларымыздың барлығы тоңазытқыштармен сол вакцинаны сақтау, сонымен қатар жаңағы қажетті көліктермен, вакцинаның жаңағы өзінің температурасын сақтайтын көліктермен қамтамасыз етілген. Мынау алыс ауылды мекендерде бізде жаңағы жылжымалы автобустармен вакцинаны салып жатыр. Тіпті осы өткен аптада мынау Ақмола облысында жаңағы бір ауылды мекенге дәрігерлеріміз кәдімгі қайықпен барып, азаматтарымызды вакцинациялап келді. Тамаша. Сол себепті барлық жағдай жасалып жатыр. Тек қана азаматтарымыздың біздің қызығушылығы, сенімі болса, біз осы аурудан жеңіл шығып кетеміз. Енді Сәуле Бүркітбаева ханымды әңгімеге тартсақ, қош келдіңіз дейміз. Қазір енді сіз дәрігер ретінде, маман ретінде осы Ержан мырза вакцинация туралы біраз айтты. Дегенмен де сіздің қандай алып қосар ойыңыз бар? Вакциналауда біз кез келген адам қандай мәселені есте ұстау керек? Себебі Алматыда бір адам қайтыс болды деген ақпарат бар. Қазір енді зерттеу, тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Көрермендер енді вакцина мәселесі болғаннан кейін бұл мәселені біз айтуымыз керек, ашық талқылауымыз керек. Соған байланысты сіз не дейсіз? Жалпы вакциналарда адам қандай күйде бару керек, қандай дайындықпен бару керек? Сол туралы айтыңызшы. Мен негізі сараптама орталығынан біз осы Қазақстанға келетін вакциналарды тіркейтін. Солардың сапасы, адамға зиян екен, ана жігіт содан көз жұмуы мүмкін деген ақпараттар қазір айтылып жүр. Соның сапасына байланысты сіз не дейсіз? Тексерулеріңіз қалай? Тексерулер, яғни біз қазір мысалы пандемиялық жағдайға байланысты ешқандай оған ерекше орын қойып отқан жоқ. Вакциналардың барлығы бізде бірдей тексеріледі. Оның алдындағы да келіп жатқан вакциналарға да қойылатын талаптар бірдей. Сондықтан қазіргі дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымының мысалға осы жаңа шығып жатқан вакциналарға да қойылатын талаптары бірдей. Яғни оның бірінші міндетті түрде ол сараптама жасаған кезде оның сапалығы, яғни содан кейін барып оның жаңағы эпидемиологиялық тиімділігі дедік, одан кейін иммундық тиімділігін біз берген, сол бойынша берілген құжаттардың барлығына біз сараптама жүргіземіз. Яғни ол белгілі стандарттар бойынша жаңағы зертханалық, сосын барып жаңағы екі фармацевтикалық және фармакологиялық бөлімдерден тұрады. Сол бойынша біз сараптама жүргіземіз. Яғни міндетті түрде ол вакциналардың барлығы бірінші, екінші кезеңді клиникалық зерттеулерден өтуі керек. Оның алдында клиникаға дейінгі зерттеулерден өтуі керек. Мұнда зерттеулердің бәрінен өткізілген ғой? Иә, әрине онсыз болмайды. Адам ағзасына зиянды емес. Адам ағзасына зиянды емес. Адамға қолданар алдымен бірінші сіздер білесіздер жануарларға жүргізіледі, яғни арнайы зертханалық жануарларға жүргізіледі, яғни клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізіледі. Сол жерде оның жаңа қауіпсіздігін анықтайды алдымен, сосын барып оның жаңағы иммуногендік қасиетін анықтайды. Кейін барып жаңағы клиникалық зерттеуге жібереді. Ол кезде бірінші кезең ол жаңағы еріктілерге жасалынады. Бұл кезде міндетті түрде оның жаңағы қауіпсіздігін тағы да анықтайды. Бірінші орында қауіпсіздігі болып саналады ғой. Қауіпсіз деген мәлімет алғаннан кейін барып екінші кезеңге жіберіледі. Екінші кезеңде де бұл жерде де міндетті түрде қауіпсіздігі, одан кейін барып оның жаңағы тиімділігі бойынша, яғни еріктілерге жүргізіледі. Үшінші кезең ол жаңағы бұқаралық қолдануға мүмкіндігі бар, яғни ол жерде белгілі бір жаңағы сараптамалардан өткен адамдарға жүргізіледі клиникалық зерттеулер. Қос кетендегі жаңағы адам шығыны бойынша. Жаңағы енді мынау адам шығыны бойынша бүгінгі күні ол вакцинадан дүниеден өтті деу әлі ерте. Өйткені мынау спутник V вакцинасы болсын, жаңағы басқа да вакциналардың бәрі бізде қатаң тексеруден өтеді. Ол Қазақстанға келмес бұрын, тіпті Қазақстанға келмес бұрын өздерінде жаңағы шығарған жерінде өтеді. Одан кейін біздің жаңағы ұлттық зерттеу орталығында ол кәдімгідей бізде өтеді, зерттеуден өтеді. Сол себепті адам өлуі мүмкін емес. Дүниежүзілік жаңалықтарды оқысаңызда, спутник V вакцинасынан адамның шығыны жоқ. Сол себепті бүгінгі күні мынау денсаулық сақтау министрлігі тарапынан және де мынау құзыретті органдар тарапынан қазіргі уақытта бізде тергеу жүргізіліп жатыр. Тергеу нәтижесі қалай шыққан бойда біз бүкіл халықты ақпараттандырамыз. Бұл жерде жасыратын, не болмаса халыққа жаңағы зияндық жасайтын ешкімнің ойы жоқ. Тек қана халықты осы пандемиядан құтқарып, адамдарымыз үлкен қаншама адамдар ауырып жатыр, дүниеден өтіп жатыр, сол мәселемен күресті дұрыс жүргізсек, басты мақсат біз сол. Енді ақпарат ашық болады дейсіз ғой. Ақпарат ашық болады. Бұл болады. мәселеге біз неліктен соншалықты бір жіті тоқталып отқан себебіміз осы бір-екі күн бұрын болған қазадан кейін қазір ол көп талқыланып жатыр. Кез келген отбасында, ас үйде, үйлерінде барлық жерде естідіңдер ме, көрдіңдер ме деп бұл ақпарат жиі тарап жатыр. Сондықтан оны бір түсіндіру, айту, дұрыс айтасыз. жеткізу керек қой. Жаңағы вакцинаны салған кезде салып болғаннан кейін ең басты жаңа қауіпті уақыт ол 30 минут. Біз неге айтамыз, вакцинаны салғаннан кейін 30 минут дәрігердің бақылауында отырады деп. Сол 30 минуттан өткеннен кейін адам одан үйіне барған кезде жаңағы кішкене қызуы көтеріліп, не болмаса орны ауруы мүмкін. Ол тек қана мынау коронавирустың вакцинасы емес, тағы қайталап айтамын. Кез келген вакцинаны балаға да, кішкентай балаға барып салдырған кезде айтады ғой, 3 күнге дейін жуындырма, бүгін қызуы көтерілуі мүмкін, былай болады деп. Ол кез келген вакцинада бар. Сол себепті әлі жаңағы бүкіл қазақстандықтарға айтарым, жалған ақпараттарға сенбеуге және де жаңағы тергеудің артын күту керек. Өйткені қазіргі уақытта спутник V вакцинасын 80-ге жуық мемлекет пайдаланып жатыр. Ешқандай мемлекетте әлі дәлел жоқ. Вакцинадан қайтыс болды деген, сонымен қатар ақпараттар да жоқ. Жақсы, рахмет. О жағын толық зерттеп, әлде ақпараттандыра жатарсыздар. Сәуле ханым, сізден сұрағымыз келеді. Бала бақшалар карантинге жабылып жатыр ғой қазір. Басында балаларға жұқпайды деген сияқты айтылған, бірақ балалар да ауырып жатыр. Бұл бойынша қандай түсініктеме бересіз? Бұл енді ортақ сұрақ болсын. Енді Сәуле ханым себебі дәрілердің сапасына жауап беретіндіктен карантиндік немесе Эльмира ханымдан да сұрасақ болады.
Дәрігер ретінде Жалпы сіздер не дейсіздер? дұрыс айтасыз. Қазіргі уақытта бізде мынау коронавирустың түрлі штамдары көбейіп жатқанына байланысты, бізде соған да байланысты болуы мүмкін. Бізде кішкентай мына балаларымызда коронавирус инфекциясына шалдығып, ауырып жатқан фактілер жоғарылап баратыр. Бала өздеріңіз білесіздер, мынау тек қана балабақша емес, бізде бүгінгі күні мынау мектептердің барлығы онлайн режимде оқып жатыр. Сол себепті бұл ауруды бала үйінде отырып өзінен өзі жұқтырмайды. Яғни ол ауруды сырттан әке-шешесі, басқа да бір туысқандар әкелуі мүмкін. Баланың аурулары көбейіп жатыр. Біз балаларды да емдеп жатырмыз. Бірақ бір айта кетерлігі кішкене жаңа дүкенге бір жерге барған кезде ата-ана өзі маскада болады, балаларына маска тақпайды. Баланы да ата-аналардан қорғауын Демек қазір енді өтінеміз. балаларды ауырады, сондықтан балаларды да кәдімгі ересектер сияқты сақтау керек. Сақтау керек. Өйткені Тоқ баланың етері, тоқ етері балаларда масканы тағып, ара қашықтықты сақтап, балаларда жаңағы бүкіл талаптарды орындау керек. Оны тек қана ата-ана үйрету керек. Демек бұрынғы әлгі бала ауырмайды екен деген нәрсе енді Бұрында келмей бала жоқ ауырмайды болды деген ғой. әңгіме. Маска кимей ақ қойсуға болады деді. Сәке, Бала бала ауырмайды деп біз ешқашан айтқан жоқ, емеспіз. кезінде сондай Бала ауырады. министрлік емес, жалпы мына жеңіл Балаға ауырып өтіп кетеді балаға деген жұғады. нәрсе. Бірақ бала жұққаннан кейін бала оны ата-аналарына, үйіндегі қарияларға жұқтырады. Балада симптомсыз өтіп кетуі мүмкін дедік. Ол кезде бірақ қана штам бар еді. Қазір уақытта штам бар. Қазір балада қатты ауырады болды. Балада қатты ауырып жатыр. Сонымен қатар бол ауырып біткеннен кейін өздеріңіз білесіздер, балада да неше түрлі жаңа постковидный синдром, Кавасаки, басқа да ауытқу аурулары. Францияда жас ерекшелігіне қарамай бәріне бірдей салып жатыр ғой. Балаға да вакцина салу мүмкін ба бізде? Бүгінгі күні бізде қазіргі уақытта мынау спутник V вакцинасы бойынша осы жақындағы сұхбатында Гинзбург мырза айтты, балаларға арналған біз спутниктің басқа түрін жасап жатырмыз. Жақын арада шығуы мүмкін деді. Егер ол вакцина шығып, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ол вакцинаға оң нәтижесін беріп, және де біздің мемлекетте сараптама орталығы тексерістен өткізіп нәтижесін берсе, балаларға да салуға мүмкіндік туады. Қазіргі бар вакцинаны балаларға салуға болды. Қазіргі уақытта бізде 3 вакцина бар елімізде. 3 вакцинаны 18 жасқа дейінгі балаларға салуға болмайды. Енді алдағы уақытта вакцина китс дегенде дүниелер шығып қалатын шығар. Жаңағы сіз айтқан Гинзбург мырзаның мәлімдемелерін күтеміз. Енді құрметті көрермендер, алдағы уақытта бізде жарнамадан кейін біздің мына тараптағы келіп отырған сарапшыларымызға да сөз кезегін береміз. Тікелей қосылым болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Вакцинаға байланысты ең соңғы ақпараттар біздің бүгінгі хабарымызда. Мінекей құрметті көрермендер, эфирімізге, студиямызға қайта оралдық. Вирустың пандемиялық таралуын тоқтатудың ең тиімді тәсілі жаппай вакцина. Екпе алу арқылы халықтың жасанды иммунитетін қалыптастырамыз. Адамзат тарихында мұндай тәжірибе асқан қатерлі аурулар кезінде қолданылған. Мәселен, шешек инфекциясы тарағанда әлем халқының 98,5% бұл дертке қарсы екпе салдырған. Соның нәтижесінде аталмыш инфекция толық жойылып қана қоймай, қоздырғыштың да ауыздықтау мүмкін болды. Демек, COVID-19 дертін түбегейлі жоюдың жалғыз жолы жаппай вакцинация. Осы орайда біздің тілшіміз Нұрлан Әбдікәрім Нұрсұлтан қаласындағы сауда ойын-сауық орталықтарының бірінде орналасқан вакцинация пунктінен тікелей қосылымға шығып отыр. Нұрлан, қайырлы күн. Нұрлан, рахмет, қайырлы күн әріптестер. Нұрсұлтан қаласында қазір таңда екпе егу алаңдарының 100 шақтысы бар. Мұнда қазір біз осы сауда орталықтың біріне келіп тұрмыз. Мұнда келген азаматтар ең бірінші кіреберісте тіркеледі, одан кейін өз кезегін күтуге мынандай алаңшаларға келеді. Қазіргі таңда вакцинациялау қарқыны кішкене бәсеңдегендей көрінеді, өйткені демалысымыз бар, одан кейінгі қазіргі уақыттағы түскі үзілістеріміз бар. Сондықтан да қазіргі таңда бір ғана азаматшамыз отыр. Сұхбатқа тартып көрейік. Қайырлы күн. Хабар арнасы бүгін бағдарламасынан өзіңіз енді айтып беріңізші, қай компонентті алуға келіп тұрсыз? Мен бірінші компонентті алуға келіп тұрмын. Қорқыныш жоқ па? Қалай шешім қабылдадыңыз? Жоқ, ешқандай да қорқыныш жоқ. Енді осы аурудан жеңіп шығудың ең бір дұрыс жолы екпе деп ойлаймын. Өзімді, семьямды қорғау үшін осы аурудан. Жақсы, рахмет. Ем болсын дегіміз келеді. Осылай өз кезегі келген азаматша
Мұнда арнайы дәрігерлердің қарауына болады. Ол жерде бекітілген ережелерді, бекітілген тексерістерден өткеннен кейін екпеге егерде рұқсат алып жатса, арнайы екпе егу пунктіне кіретін болады. Біз ендеше біреуіне кіріп көрейік қазір. Қайырлы күн. Хабар арнасы бүгін бағдарламасынан келіп тұрмыз. Жалпы алғашында айттық қой, осы екпені, әртүрлі екпеміз бар өзімізде. Осы екпелерді азаматтар өз қалауымен салдырады. Мәселен, Спутник V немесе Казвак вакцинасын әркім өз еркімен. Сіздерде сұраныс қалай болып жатыр? Қай вакцина егіліп жатыр қазір? Бізде қазіргі таңда 3 вакцина бар. Қазақстанский, российский және китайский. Қазіргі таңда сұралымда болып жатқан. Бастапқыда Россия көп болды. Енді қазір Қазақстанда жақсы сұралып жатыр. Демек, қарқын жақсы ғой. Жақсы алуда. Жақсы, рахмет. Дәл осылай екпесін алып болған азамат әрі қарай жарты сағат дәрігердің қарауында болады. Енді менің жанымда қазір дәрігер Майра Сарбас қызы тұр. Өзіңізге енді бір-екі сұрақ қойсақ, жалпы ашылғалы бері осы пункт қанша азамат екпе алып үлгерді осы уақытқа дейін? Кейін бір күнде қанша орташа есеппен қанша азамат екпе алып жатыр? Сол жайлы айтып берсеңіз. Рахмет. Бұл енді Абу-Дабидің бөлімшелері, 9-шы емхананың бөлімшелері, бұл осы жердің басшыларымен келісімді түрде ашылған болатын. Бұл да енді халықтың жағдайына байланысты, халыққа деген қызмет көрсетудің аясында ашылды. Күніне 250-300-дің үстінде адамдар келіп екпе алса, өз еркімен ерікті түрде алса, ашылғаннан бері біздің жасап атқанымыз 2500-2700-ге жетті. Күнделікті келіп, өздерінің мысалы еркімен келіп алады, демалыс күндері, жай жұмыс аралығында келіп, жұмыстан кейін сағат 8-ден кешкі 10-ға дейін келіп алуға болады. Жақсы, енді кеше ғана мемлекеттік бас санитарлық дәрігердің қаулысы шықты ғой өткенде. Екі компоненттің арасы 45 күн болуы керек деп. Бұл міндетті ме? 45 күнге дейін немесе одан кейін алуға мүмкіндік бар ма? Дұрыс айтасыз. Енді оған бүгін тағы да қосылып жатыр. 20-шы қаулы шықты. Онда 21 күннен 90 күнге деген. Бұрын арасы мысалы 21 күнге не болатын болса, алғаннан кейін қазір мысалы 45 күн 90 күнге дейін созылады. Өйткені мысалы командировкаға, мысалы басқа қалаға бір шаруашылықпен кетіп қалғанда үлгермеген жағдайда 21 күннен 90 күнге дейін созылды. Бүгінгі қаулы бойынша, 20-шы қаулы бойынша. Ал енді оның аралығы, мысалы одан мысалы бір жерге жол жүретін болып, немесе ол уақытқа дейін шыдамайым, ертерек алғым келетін болса, онда өз еркімен келіп, жаңағы өтініш жазады, 21 күннен кейін алуға болады. Онда рұқсат әрине. Жақсы, мәліметтеріңізге рахмет. Құрметті көрермендер, тағы бір сөз қоса кеткім келіп отыр. Дәл осы жерде мына екі компоненттің екеуінде екі түрлі пункттен алуға мүмкіндік бар екен. Мәселен, сіз бүгін осы пункттен бірінші компонентті алсаңыз, екіншісін басқа қаладан немесе кез келген жақын жердегі екпе алаңынан ала аласыз. Әзірге мендегі бар ақпараттар осы. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, жаңағы соңғы айтқан мәліметіңіз біздің көрермендер үшін бізге де жақсы бір ақпарат беріп отыр. Көп рахмет. Вакцинациялау пункттері 2 ауысыммен сағат 00 түнгі 12-ге дейін және демалыс күндері де жұмыс істеп жатыр екен. Соны естеріңізге сала кетейік. Сондықтан қай уақытта барсаңыздар да сіздерді дәрігерлер қарсы алып, вакциналарыңызды салып береді. Қазақстанда вакцинациялау науқаны басталғанына коронавирусқа қарсы шамамен 1,8 миллион доза вакцина қолданылды ақпан айынан бері. Елордада да қаланың әкімі Алтай Көлгіновтің дерегі бойынша осы уақытқа дейін бас қалада 114 мыңнан астам адам вакцинаның бірінші компонентін алды. Екпе пункттерінің саны 36-дан 100-ге дейін артқан. Жаңағы біз көргеніміз сол қаладағы және жалпы Орта Азиядағы еліміздегі ең үлкен ғимарат, ең биік, ең көркем ғимараттардың бірі Абу-Даби Плаза дейді, енді ол жарнама деп қабылдамай қояйық. Соның ішіндегі екпе салатын пункт. Кез келген астаналық осы жерге барып, жаңа ғимаратты көріп, өзінің вакцинасын алып дегендей, сондай бір пайдалы және қызықты уақыт өткізуіне болады. Енді кез келген вакцина салуды бір қызықтыру керек, адамдарға жақсы жағынан әкелу керек қой. Соның бір амалы екен. Енді Нұрланға рахмет айтамыз. Нұрлан, көп рахмет. Енді Өлмесхан Мәтен мырзаны әңгімеге тартсақ. Қош келдіңіз студиямызға. Вакцина салуға сіз не дейсіз? Елдің ішіндегі әңгіме жалпы тақырыпқа қатысты. Мына бүгін көкте де, жерде де, қалада да, ауылда да әңгіме осы вакцина.
бәріміздің илегеніміз бір терінің пұшпағы болып тұр. Ал енді осы жөнінде мына айтып отыр қой, мына Нұр-Сұлтанда 115 мың, енді миллион халықтың, жаңалдегі Абу-Даби плазада бір 200 күн сайын деп. Негізгі халықтың басым көпшілігі осыған бетбұрыс жасалмай, бұның пайызы да көлемі де көбеймейді. Енді мен сіздерге бір мәселеге назар аударғым келеді. Мысалы, мен енді қызмет бабымен Қазақстанның барлық аймақтарын аралап жүрген кезде көп халықпен, елмен, сонымен сөйлесесің. Мен мысалы бүгінгі осы тікелей эфирдегі сәтті пайдалана отырып айтар едім. Өткен күндердің біз жақсы несін есте шығармауымыз керек. Ол қандай нәрсе? Мысалы, бұқаралық ақпарат құралдарындағы осы мысалы өткен жылдың ащы сабақтарын әлі ұмытқан жоқпыз. Ащы сабақтар. Бұл жөнінде әрине денсаулық сақтау саласының көптеген әттеген-айларына байланысты бүгін оның тиісті сый-сияпаттарын, жазаларын алу жұмыстары жүріп жатыр ғой. Бірақ сол кезде халық көріп қалды, бұл бір. Екінші, халық енді қазір қарап отырсаңыздар, мына бүгінгі күні мына өзін аман сақтау денсаулықтың да әкімшіліктің де оның міндеті емес. Әлгі суға кеткен адамды құтқару жағалаудағы құтқарушылардың жұмысы емес. Бүгінгі мәселе бар. Сіз вакцина салдырдыңыз ба? Мен вакцинаны өзімнің кәдімгі өтімдегі тастардың приступы көбеюіне байланысты алдағы уақытта Сызғанов атындағы экспериментальды институтта соны ота жасатып алып тастағаннан кейін жасатам. Мен өзімнің семьямда 3 дәрігер бар. Олардың және бүкіл туған туысқан бұлардың барлығы толық салдыртты. Сізге де айтып жатыр ғой. Енді мен мысалы бұл жөнінде бар ғой, халықтың негізгі басым көпшілігі, мысалы мен айтар едім, бұқаралық ақпарат құралдарында мысалы жақсы сөз жарым істейді. Мысалы жақсы бір информациялар кетсе, ұмытпасақ өткен жылы денсаулық сақтау саласы, мысалы біз екпені мәжбүрлемейміз, міндеттейміз деген сондай бір мақала шықты. Сонда біз енді филологияда мәжбүрлеу мен міндеттеу екеуі бір синонимдік сөздер. Сол сияқты мысалы бүгінгі күні ақпарат құралдарындағы кетіп атқан информацияларды тікелей сәл қадағалап отырса деймін. Себебі елдегі, жердегі халықтар ананы оққан кезде бар ғой, ой бармай мына жақта мынандай болып жатыр дейді. Екінші, түйме дейді, түйедей етіп сөйлейтін адамдар бар. Сондықтан бүгінгі осы мақсат жөнінде, жалпы егу жөніндегі мәселе бар ғой, ол жаңалық емес қой. Ол атам заманнан бар дейіне. Кішкентай бала туғаннан бастап үлкенге дейінгі. Сондықтан бүгінгі халықтың мысалы әрине солтүстік өңірлерде және мынау батыс өңірлерде жаппай вакцинация салу мәселесі мен халықпен аралағанда көрдім. Әлгі жаппай халықтарда әлі баяу бет бұрылу жоқ. Тікелей жаңалды құқық қорғау, тікелей медицина саласының адамдары болмаса. Ал енді бұл жөнінде солтүстік және оңтүстік өңірлерде бетбұрыс бар. Мысалы мен жақында болып қайттым. Қызылорда облысы кеше ғана әлгі қызыл аймақтан жасыл аймаққа, сары аймаққа енді кеше жасыл аймаққа көшіп жатыр. Сосын мен 1-2 адамдармен сұрайым ғой. Сөйтсем, халықтың енді жаппай бетбұрысы вакцина салуға бұрылған. Бұндай мәселенің өзі мысалы оңтүстіктегі мысалы Қызылорданың Жаңақорған аудандарында, Түркістан облысында, Жамбыл облысында. Бұндағы негізгі мақсат неде? Біз жақсы жаңалықтарды көбірек айту керек сияқты. Бұл бір. Екінші, мысалы мынандай бір информация болды. Біз кеше интернетте оқып отырсам. Мысалы 31-ші каналдардан берілген бір информация бар екен. 12 жасар қызға салынған егу жұмыстары, оның болашақ аналық бедеулік жолға апарат деген бір информациялары берілгенде, бірақ соған байланысты ондай алып қашпа әңгімелер өте көп. Өте бір осындай әңгімелердің барлығын бар ғой, ақпарат құралдарында барынша азайту керек сияқты. Себебі ол ресми ақпарат көздерінде ол айтылмайды. Екінші жаңалды сіз айтып отырсыз. Ол жаңағы әлеуметтік желілерде тарайтын дүние ғой. Екінші мысалы сіз айтып отырсыз ғой. Мысалы сіз енді қазір мемлекеттік ақпарат құралының арнасында отырсыз ғой, қонақ болып. Сондықтан бұл жерде ондай тексерілмеген деректер айтылмайды. Екінші мысалы жаңалде бар ғой. Және біздің басты мақсатымыз да сол жаңағы вакцинаның пайдасы нақты бар ма? Ол қалай әсер етеді деген нәрсені мәселе бар ғой. Халықтың негізгі көпшілігі бар ғой. Бұл жаңалде кім айтып отыр ғой? Денсаулық сақтау саласының қызметкерлері, азаматтар. Вакцинадан, егуден бірде бір
өлім жағдайы болуы мүмкін емес. Егер оған байланысты ол адамның өзінің хронический бар ғой, бас ауруы, қан давлениелері, қант жәндегі осындай диабеттері, осылардың барлығы болып, содан қайтыс болған кезде міндетті түрде міне осы коронавирустан, осы егуден жұмыстарына қарай бет бұру мәселелері бар. Өлмесқан мырза, сіздің бүгінгі айтып отырған әңгімеңізде, мына ұстанымыңызда, тіпті есіміңіздің өзі де бүгінгі тақырыпқа өте сайда. Мысалы, бұны біздің аталарымыз қиын қыстау заманда дәл осындай атты аман болсын деп қойған ғой. Мен айтайын, менің өзімнің... Біздің көрермендеріміз де осыған бір мән беретін сияқты. Мен сізге айтайын ба жаңалықты? Менің өзі алдымда 2-3 бала сол 55 пен 60 жылдардың ортасында Қызылшадан қайтқан екен. Сонда мен өзі анамның ішінде жатқанда үлкен бір діндар кісі, әлгі 6 айлығымда әлгі тікелей анама жолығып айтыпты, міне 3 сәбиің шетінде де мұңая берме. Мен түнде Құран кітабын ашып, есімін Өлмесхан қойдым деп, әлі тумай жатып, 6 айлығымда атым қойылған екен. Көріп отырсыздар ма? Тумай жатып. Мен содан кейін 3 айдан кейін мен тудым. Сонда мен айтайын дегенім бар ғой, қазақ енді ырымдайды ғой, енді атты ырымдайды. Сондықтан сол кездегі Қызылша, немесе жаңалдегі әртүрлі мына егу жұмыстарын салмаса, ол бірде-бір кішкентай балдар өмір сүрмейді ғой осының барлығы. Бірақ негізгі халық бар ғой қазір. Былтырғы ащы сабақтан үлгі алды. Халықтың барлығы осы егу жұмыстарына қарай бұрылып жатыр. Бірақ өткен жылғы ащы сабақтардың дәрі-дәрмектер, тағы басқа мәселелердің барлығы соны ұмытпау керек дейсіз. Дәрігерлер одағын айтады. Соны ұмытпау керек қой, ең басты. Соны ұмытпау керек. Ковид азайды, салмай қояйық, өтіп көтеміз, басқалар сала берсін дегенді қою керек дейсіз ғой. Дұрыс, сізге тағы сөз кезегін береміз, міндетті түрде. Енді Мөлдір ханымды әңгімеге тартайық. Студиямызда дәрігер инфекционист Эльмира ханым отыр. Бүгінде Эльмира Батырбек қызы елордадағы көп салалы инфекциялық аурулар орталығында еңбек етеді. Науқастарды ажал тырнағынан аман алып қалу үшін қауіпті вируспен күрестің ең алдыңғы шебінде жүр. Ал енді оның айтыңызшы, дәл қазір орын саны жеткілікті ме? Ковидтің бет алысы қалай қазір? Қауіпті қызыл аймақта қызмет етіп жүрсіз ғой? Қауіпті қызыл аймақта қызмет етемін. Қазір орындар жеткілікті. Бірақ мен осы вакцина енді тақырып болғаннан кейін, осы COVID-19 індетін тоқтату үшін ең бастапқы осы екпе алу. Әр инфекционды аурудан кейін 2 иммунитет қалыптасады. Осы COVID-19 2 иммунитет қалыптасады. Бірінші ол постинфекционды иммунитет, екінші поствакциналды иммунитет. Постинфекционды иммунитет ол 6 айға дейін жарамды. Ал поствакциналды иммунитет ол 92%-дан 96%-ға дейін біздің иммунитетімізді, организмімізді сақтайды. Сол себепті барлық қазақстандықтарға айтарым, вакцинадан қорықпау керек. Қаншама информациялар болып жатыр ғой, сенбеу керек, ол ешқандай асқынулары жоқ. Вакцина алу керек. Қазір ауруханаға түсіп жатқандар көп пе? Ондай информацияны айта алмаймын. Сізде ресми ондай мәлімет, ондай статистика болмаған. Ауруханадан келген дәрігерлер айтады. Жұмысыңызбен салыстырғанда. Ауруға шалдығу фактілері күннен күнге көбейіп келе жатыр. Мынау ауруханалардағы төсектің жетімділігі бүгінгі күні Нұр-Сұлтан қаласының өзінде 70%-ға жуықтады. Алматы қаласында да 70%-дің асты үстінде тұр. Сол себепті қызыл аймақта осы өңірлер. Ауруханада жұмыстардың бәрі жүргізіліп жатыр. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген. Ауруханада қанша адам түсіп жатқанын айту құпия ма қазір? Енді оны біз министрлік тарапынан біз айтамыз. Бүгінгі күні енді мәселен бүгінгі күнгі ақпарат бойынша бізде 1000 адам өткен тәулікте коронавирус ауруына шалдықты. Соның бүкіл Қазақстан бойынша, соның ішінде 500-ден астамы симптомды түрде ауруханаларға жатқызылды. Орын саны қалай? Орын санын мен жаңа айттым, орын жеткілікті. Екі қаламызда Алматы және Нұр-Сұлтан қаласында бізде төсек толымдылығы 70%-ға жуықтап отыр. Эльмира ханым, онда науқастардың жағдайы қазір қалай? Жағдайлары өте ауыр. Енді жазғыға қарағанда қазіргі коронавирусқа шалдыққан науқастар өте ауыр.
түрде өтеді. Жаңа мутагендік дейді, мутированный штамм. И осы коронавирустық инфекция агрессивно себя ведет. Бірден өкпеге тез кетіп қала ма? Иә. Сосын адам өзінің симптомдарын байқамай тез ауруға шалдығады. Жалпы симптомдар, ауруханаға жатқандар симптомдармен жатады. Үйінде көп 7-10 күнге дейін үйде амбулаторлық емде болады. Кейін асқынған түрде ғана ауруханаға жеткізіледі. Бірақ қазіргі таңда жүріп кетеді дей ме, жаңа ауру процесі? Жаңағы өзіміздің менталитетімізде бар ғой, жаңа үйден дәрі ішіп емделіп кетем, 3 күн бұл үйден емделемей қалғаннан кейін жедел жәрдемді шақырады, содан кейін олар жатқызылады. Ауырған адам егер бір 3-4-5 күні жаңағыдай бір симптом, өкпеңіздің ауырғанын біліп тұрсаңыз, сіз міндетті түрде өзіңіздің дәрігеріңізге хабарласуыңыз керек, терапевт дәрігеріңізге телефон арқылы. Дәрігер сіздің қалай ауырып жатқаныңызды тыңдап, жаңағы жедел жәрдем шақырыңыз деп кеңес береді, не болмаса жаңағы өзі мобильдік топтарды жібереді. Ауырып түсіп жатқандардың арасында балалар бар ма? Жоқ, біз балалар емес, тек қана ересек адамдар. Балалар статистикасы жүргізілді? Балалар бойынша бізде бүгінгі күні жаңағы балалардың инфекциялық ауруханасына жаңағы кішкентай балаларын ауырып жатқан балаларды сояққа жатқызамыз. Көп па? Бүгінгі уақытта балалар бойынша 30%-дай төсек толымдылығы екі қалада 30%-ға жуық. Енді көп деп те айтуға болады, өйткені ең басты мақсат бізде балаларымыздың денсаулығы ғой. Сол себепті әлі жаңа жағаны кеңге жаюға әлі ерте. Иә, дәл қазір бізбен скайп арқылы байланысқа шығып отырған қонағымызды таныстыра кетейік. Астана медицина университетінің аллергология, иммунология, нефрология, гематология курсы мен ішкі аурулар кафедрасының ассистенті, аллерголог, иммунолог дәрігер Мөлдір Бақтыбаева. Қайырлы күн. Мөлдір ханым, бізді естіп тұрсыз ба? Қайырлы күн. Мөлдір ханымда байланыс техникалық проблемалар бар сияқты. Иә, хабарымызды ары қарай жалғастырайық. Мөлдір ханымның байланысы ретке келген кезде ол кісімен міндетті түрде байланысқа шығамыз. Енді мынандай бір сауал сізге қойғым келіп отыр. Сіз жаңа дәрілердің сапасын зерттейсіздер, соған жауап бересіздер. Қазір халықтың ішінде мынандай бір ақпарат бар, көңіл күй бар. Спутник Ви мықты, шынымен де жаңағы Ержан мырза айтқандай, 80 елде ешқандай бір ақаусыз жұмыс істеп тұр. Қазбақта өте тамаша. Енді Қытайдан келген вакцина бар ғой. Өзі 1 миллион доза келді, қателеспесем. Бүгінгі күні 700 мыңға жуық дозасы келді. Бұл ең үлкен дозалардың бірі, үлкен сондай партиялардың бірі. Енді Қытайдың вакцинасына байланысты сіздердің тексерулеріңіз қалай жүрді? Жалпы Қытайдың вакцинасы жаңағы Қазвак пен Спутник Ви сияқты өте күшті ме, әлде олардан сәл қалай? Сапасы жалпы мен бір айта кетсем, бұл Қытайдан тікелей келген жоқ. Қытайдың жаңағы вакцинасын, бірақ жаңа Араб әмірліктерінде шығарылған Хаятвак вакцинасы. Жаңағы бізге жаңағы өзіміздің Ресейден субстанцияны алып келеді, Қарағанды фармацевтикалық кешеннен. Сол сияқты Қытайдан субстанция жеткізіліп, бірақ жаңағы Араб әмірліктерінен шыққан вакцина. Енді Араб әмірліктері де өте мықты ел ғой. Сіз енді сіздің пікіріңізді тыңдайық. Мен жаңа айтып кеттім, вакциналар негізі вакциналар өзінің несіне байланысты, жаңағы субъединичная вакцина, инактивированная вакцина дейді, векторная вакцина, яғни ол вакцинаның түріне байланысты болып келеді. Сондықтан вакцинаның сол түріне байланысты ол өзінің әсерінде ағзаға белгілі немен көрсетеді. Яғни жаңағы бұл вакцинаның ең алда қойған мақсаты ол біздің ағзамыздың иммунитетін жоғарылату, яғни ағзада бізде антиденелердің пайда болуы да соған байланысты. Яғни қазіргі уақытта біз жаңа айтып кеттік, өзіңіз айтып отырсыз, біз Спутник Виға не қылып отырмыз деп, ол векторлы вакцина, яғни жаңағы коронавирустың өзінің тәж сияқты ғой, соның бір тармақшасына вакцина орналастырған. Яғни ол біздің ағзаға түскеннен кейін белгілі иммунитеттің түзілуіне әсер етеді. Ал қазақстандық вакцинаны алатын болсақ, ол инактивирленген вакцина, яғни ол вакцина яғни сол вирустың әлсіздендірілген түрі болып саналады. Яғни бірақ ол ағзаға түскенде ол ауруды қоздырмайды, бірақ сол жаңағы вирусқа қарсы антиденелердің түзілуіне алып келеді. Яғни әрине мына вакцина жақсы. Қытайдікі қандай? Қытайдікі
Хаят. Дубайдан келген. Қазақстандікі сияқты, ол да инактивдендірілген вакцина. Біздікіне ұқсайды. Да, бір-біріне ұқсап. Енді біз бұл сұрақты неге қойып отырмыз? Спутник V енді келіп жатыр, партия Ресеймен байланыс жақсы, Қарағандыда жасалады. Бірақ қазір көп жерде Казвакты да ұсынады, сосын жаңағы Хаятты. Бірақ халықтың да енді өзі кішкене вакцина деген қандай деген сияқты күмәні болған кезде, не Спутник V-ді құлағында естіп үйреніп қалған, Казвак өзіміздікі, ол өзіміздікі болғаннан кейін кішкене жақсы болады, дұрыс болады деген. Бірақ мына Қытайдікі өткенде анау бір олардың ғарыш аппараты да жерге құлап, жалпы Қытайдың істегені өзі кішкене былай сапасы қалай болады деген ел арасында бар ондай пікір. Көңіл күй бар да бізден журналист болғаннан кейін. Сондықтан осы Қытайдікін бір анықтап, ол не өзі жаңа Казвак пен Спутник V-ді тыңдап жүрміз ғой. Соны айтыңыздаршы. Жаңадан қосылып жатыр ғой қатарға. Қаншалықты біз сене аламыз? Қытайдың вакцинасы да бүкіл дүние жүзінде қазіргі уақытта мойындалған. Мынау Араб әмірліктерінің халқы толық Қытай вакцинасымен вакцинацияландырылды. Дубай, бәрі Араб әмірліктері. Араб әмірліктерінің халқы. Сол себепті ол вакцинада біздің Казвак вакцинасына ұқсайды. Екеуінің былай айтқанда рецептуралары бір-бірінен өте жақын. Ол вакцинада өзінің жаңағы пайдасы көп. Бұл жерде бізде халықта анау вакцина жақсы, анау вакцина жақсы деп біз үгіттемеуіміз керек. Кез келген вакцинаның бірақ мақсаты бар. Ол адамды аурудан сақтау. Ол адам ауырса, ол ауруды жеңіл өткеру. Сол себепті қай вакцинаны салдырсаңыз да қазіргі уақытта бар вакцинаны. Үшеуі де жақсы ғой. Үш вакцинаның да оның тек қана тиімділігі мынанша процент емес. Үшеуі де жақсы. Қол жетімді вакцина, қай вакцина бар, соны салдыру керек. Енді жаңағы сіз Дубай, Араб әмірліктері дедіңіз. Қазір Мөлдір ханымға сөз кезегін бермей тұрып, кішкене бір ремарка айтсақ көрермендерге. Енді Дубай дүниедегі ең бай елдердің бірі ғой. Ол жерде медициналық стандарт, білім беру стандарт, өмір стандарт өте жоғары, сондықтан олар ең сапалы дүниені таңдайды, ең сапалы дүниені тұтынады. Сондықтан да менде де жеке өзімде де осы Қытайдың вакцинасы қандай екен деген сауал болған. Егер Дубай тұтынса, онда сенім артуға болатын дүниеде айтуға болады шығар. Қытайдан келгеннің өзінде бұл өте сапалы вакцина болып саналады. Өйткені кем емес Ресейліктен. Бұл жаңағы бүкіл тексерулерін жіті тексерістен өткен, және де жаңағы жануарларда, сонымен қатар адамдарда, олар жаңа вакцинаны жасаған кезде 3-ші фазасында көп адамдарға салған. Өздері көп қойын. Өздері көп болған. Оның аямай салады. 3-ші фазадан ол бір үлкен жетістіктермен жеткен. Мысалы бізде 3 мыңға салса, олар 30-40 мың, 100 мыңға дейін сала береді ғой. Жақсы. Мөлдір ханым иммунолог дәрігер, қазір тікелей байланысқа бізге қайтадан қосылып отыр. Қайырлы күн, бізді естіп отырсыз ғой? Мөлдір ханым, бізді естіп отырсыз ба? Жоқ, естімейді секілді, үндемейді. Енді Өлмес хан мырза, енді естіді, міне сіздің. Мөлдір ханым, вакцинаға байланысты сіз не дейсіз? Жалпы елдің ішінде салдырып жатқандары бар, салдырғысы келіп ойланып жүргендері бар. Сұрақ көп. Сіздің пікіріңіз қандай? Енді иммунолог маман ретінде мен айтар едім, вакцина ол енді бұрыннан келе жатқан осындай пандемияның, эпидемияның алдын алатын бірден бір, мысалға не деп айтсам болады? Құрал дейсіз ғой. Бірден бір жолы. Жолы. Енді бұл вакцинаны көбісі басқаша түсінеді, мысалға аллергия болды, вакцинадан осындай болып жатыр дейді. Енді вакцинаның өзінің компоненттері бар ғой, құрамындағы компоненттері бар, басқа да стабилизатор құрамындағы нелер бар мысалға. Солардан сол компоненттерінен жаңағыдай аллергиялық реакциялар, басқа да мысалға жанама әсерлер болуы мүмкін. Ал бірақ вакцина иммунологиялық тұрғыдан мен түсіндіріп кететін болсам, яғни ол біздің ағзаны, яғни мынау зерде жасушаларымызды қалыптастыру болып табылады. Мөлдір ханым, кешіріңізші, сөзіңізді бөлсем, ренжімейсіз ғой. Сіз енді иммунологсыз, бұл әңгімелердің бәрі бізде студияда айтылды. Байланыс үзіліп кетті ме, не болды? Айта беріңіз. Бұл әңгімелер айтылды, енді тіке мынадай сауал қойсақ. Қазір аллергияның маусымы келе жатыр. Жаз, өзі, шілде, аллергиямен ауыратындар бізде аз емес. Әсіресе Алматы қаласында. Экологиясы төмен, аллергия өте көп. Ол адамдар не істеу керек? Мысалы, вакцинаға шақырды, ана кісі аллергиясы қозып тұр, мұрнынан су кетіп жатыр, тамағы қышиды, денесінің бәрі ауырады.
вакцинаға баруға бола ма? Не істеу керек? Аллергиктер не істеу керек? Иә, ол қараңыздар, егерде аллергиясы басым болып тұратын болса, яғни біз мына гипосенсибилизация дейді ғой, гипосенсибилизацияның көмегімен біз вакцинацияны жүргізе береміз. Мысалға, аллергиялық ринитпен, бронхиальная астмамен ауыратын науқастарға ол вакцинация өте қажет. Қалай біз мысалы мынау кіші балдарды да педиатриялық практикада да біз қалай жасаймыз? Егерде аллергиялық фоны болатын болса, онда вакцинаға дейін 5 күн, яғни 3 күн гипосенсибилизация жасаймыз, және вакцинадан кейін 5-3 күн гипосенсибилизация жасаймыз. Гипосенсибилизация деген не нәрсе ол? Мен түсінбей отырмын. Көп халық түсінбейді. Ағзаның сезімталдығы, соны басастырма. Аурулар кезінде ол ағзаның сезімталдығы жоғары болады. Сол себептен гипосенсибилизация деп отқанымыз сол сезімталдықты басып, жаншып, ананы баса тұрып, дәрін сап жібересіздер. Жақсы, онда аллергиктердің сол сауалы еді бізге келіп жатқан WhatsApp арқылы бізге хабарласады, біз не істейміз? Аллергиямен салдыруға болмайды деген ақпарат бар. Жақсы, енді әртүрлі көзқарастар бар ғой, ғылыми, медициналық. Рахмет, Мөлдір ханым. Кішкене интернетте проблема бар екен, сондықтан әңгімемізде ұзақ болмай қалды. Аллергиясы бар. Иә. Вакцина аллергия туғызбайды дедіңіздер. Вакцина аллергияны туғызбайды, міндетті түрде. Бірақ енді жаңа вакцина салдыруға барған кезде сізге дәрігеріңіз сұрақтарды қояды ғой, сол кезде сіздің қай маусымның қай мезгілінде аллергияңыз бар екенін сіз дәрігерге айтуыңыз керек. Сол кезде кез келген адам біледі ғой, мысалы менде тамыз айында менде полиноз. Дәрігер қарайды да жаңа инструкция бойынша, ол жаңағы құрамында ол сізге аллергия беретін нәрсе бар ма, жоқ па? Бар болса, сізге қазір салмайды. Жаңағы дәрігер айтқандай сізге ем қабылдауға ұсыныс жасайды. Бір 3 күн жаңағы аллергияңызды басатын, кішкене уақытын бір созып басып не қылатын емді береді. Содан кейін салып, тек қана содан кейін не қылады. Ол бірақ вакцинаны салғаннан кейін аллергиясы қосып кетіпті деген бізде әлі бүгін Қазақстанда тіркелген жоқ. Демек, аллергияны қоздырғыш ретінде бұл вакциналар ондай әсері жоқ дейсіз ғой? Аллергия ол жаңағы табиғатта мысалы бір тозаңдардан, өзінің уақыты бар ғой, шаңнан, гүлден, неше түрлі шөп содан ғана. Енді бізбен қазір Қырғызстандағы әріптесіміз Бақыт Чермашев скайп байланысқа шығып отыр. Қайырлы күн. Бауырлас, Қырғыз еліндегі эпидахуал қалай? Бақыт мырза. Добрый день. Должен сказать, по эпидемиологической ситуации сейчас картина такая. Сегодня 385 человек выявлено с коронавирусом. И нужно сказать, что вот за сутки до этого было 250 случаев. То есть последние несколько месяцев постоянно идет некий прирост. То есть получается в среднем где-то около 300 человек заболевает каждые сутки. Нужно сказать, что если вспомнить, что параллельно с коронавирусом стали и внебольничную пневмонию воспринимать как болезненный симптом, то именно поэтому такое большое количество людей. Но если сравнивать, например, с прошлой осенью, зимой и началом весны, то тогда ситуация была гораздо лучше, тогда больных было меньше, где-то в среднем от 10 до 15 человек, максимум до 20. Сейчас ситуация несколько ухудшается, врачи это связывают с новыми штаммами вируса, которые появляются. Прежде всего, это, конечно, индийский, который вполне возможно каким-то образом уже сюда проник, но пока точно об этом никто не говорит. Поэтому ситуация достаточно, ну, скажем так, стабильная, но сложная. Особенно исходя из того, что больше всего заболевших это 240 в Бишкеке и 110 в Чуйской области, то есть на севере республики. Так что мы сейчас вот в такой своеобразной красной зоне. Қырғызстанда коронавирусқа қарсы вакцина жұмыстары 29 наурызда басталды. Жалпы ел бойынша бүгінде неше адамға вакцина салынды, қарқыны қалай? Вы правы, 29 марта началась вакцинация, и нужно сказать, что по данный момент получили около 40 тысяч человек. С чем это связано? Во-первых, не так много вакцины в республике, потому что первоначально только китайская сторона предоставила Кыргызстану 150 тысяч доз. Ну, как известно, она поделена на две, то есть первая вакцина и вторая вакцина. И потом начались переговоры с международными организациями о том, чтобы поставить вакцины других производителей. В первую очередь, конечно, параллельно шли переговоры с российской стороной о том, чтобы поставить спутник Ви сюда, в Кыргызстан. И шли переговоры о том, чтобы AstraZeneca также была поставлена в Кыргызстан. Но вопрос был еще в том, что
были некоторые слухи о том, что якобы Pfizer также завезут в Кыргызскую республику, но от него отказались, потому что содержать его очень сложно, холодильные установки очень дорогостоящие, у кыргызской стороны таких возможностей, собственно, нет. Поэтому сейчас все пока остановилось на Синофарме, и вот 40 тысяч доз Спутника Ви уже завезли сюда, в Кыргызстан, и в ближайшее время они начнут ее получать. Они, я имею в виду, это люди, которые работают в красной зоне, это в первую очередь врачи, а затем, значит, правоохранительные структуры, то есть милиция, военные, и также учителя и люди старше 65 лет. Все остальные должны будут получать вакцину на платной основе, особенно если это российский спутник Ви, потому что бесплатно. Бақыт, кешіріңіз, сөзіңізді бөлдім. Демек, ақылы түрде болады бір. Және Қырғыз еліндегі қазіргі вакциналардың жалпы мөлшері қанша? Жаңағы 150, оған 40-ты қоссақ, сол 200 мыңның төңірегінде, да? Солай ғой? Тапшы әлі де. Примерно так, понимаете. Дело в том, что 150 тысяч доз, которые предоставила китайская сторона, нужно делить пополам. Я, 75 мың ғой, 75 мың. Да, вы правы. Ну, смотрите, еще 40 тысяч доз предоставила российская сторона. Не все ее получили, потому что вот сейчас очень интересная ситуация. Те, кто получает вакцину бесплатно, и те, кто должен обязательно ее получить, это люди из социальной сферы. Но не все готовы сразу прийти и получить эту вакцину, потому что есть некоторая, как бы сказать, не то чтобы боязнь, да, но некий барьер между тем, что да, необходимо вакцину получить, и тем, какие последствия могут быть. Потому что еще толком вакцинация не прошла, и пока еще откликов тех людей, которые хорошо себя чувствуют, не так много. Поэтому люди немножко опасаются. Бақыт, уақытымыз тығыз. Bir сұрақ. Қазақстан енді Казвакты шығарды. Жаңағы вакциналар сияқты өте тиімді екенін көрсетті. Жалпы қырғыз ағайындар осы Казвакты алу туралы талқылау парламентте немесе денсаулық сақтау министрлігінде ресми ортада болды ма? Сондай мүмкіндікті қарастырды ма жалпы? Нет, вот насчет этого я точно могу сказать, что про казахстанскую вакцину пока никаких слов не сказано, потому что сам процесс получения достаточно сложный. С Россией переговоры шли около 2-3 месяцев, с европейскими производителями около 2-3 месяцев. Быстрее всего предоставила китайская сторона, но потому что разговоры были об этом еще в конце прошлого года. Поэтому даже если сейчас вдруг возникнет момент, что кыргызская сторона захочет использовать казахстанскую вакцину, то это все равно в любом случае достаточно длительный процесс, не меньше 1,5-2 месяцев. Бақыт, көп рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Енді Қырғыз елі бұл аурудан аман болсын, бауырлас еліміз жасай берсін. Көп рахмет сізге. Мінекей, құрметті көрермендер, жаңа ғана 5 миллионнан аса халқы бар Қырғыз елінде 100 мың вакцина бар екен қазіргі уақытта. Енді бізде тегін қайсысын таңдаймыз, шөу бар, кел салдыр деп отырмыз. Жалпы бар ғой, өз денсаулығың бар ғой. Жалпы мінекей көріп тұрсыздар ғой, мынау қазір ғана Қырғыз елінен де айтты, вакцинаны ақылы түрде өтеді деп. Ал біздің халқымызға айтарым, мынау мемлекеттің жасап жатқан қамқоршылығын пайдаланып келіп вакцинаны тегін алып, және де мынау бәріміздің бір қалыпты өмірге қайтаратын бір ғана жол ол вакцина. Сол себепті тегін беріліп жатқан затты қорықпай келіп алуға бәріміз шақырамыз. Егер өз денсаулығың халықтың жақсы ма, бұндай мүмкіндікті алу керек. Ешқандай дүние жүзінде айтты ғой мына медицинаның өкілі. Бірде-бір мынау жәнде екпе жұмысын жасап атқан мынау Қытайдікі дейсің. Егер Қытайдікіна күмен болатын болса, ұлы Түркі елінің президенті Эрдоган бар ғой, сол Қытайдікін салдырмайды ғой. Сосын мұхиттың ар жағындағы Аргентина, Бразилия деген азғын айға білеген президенттер спутникті салдырып атыр. Менің ойымша, еш вакцинада нашарлық жоқ. Ол адамның өзінде нашарлық болады денсаулығында. Сол өзінің нашарлығын ана вакцинаға аударады. Сондықтан мен қайталап айтам, өткен жылдың ащы сабақтарын денсаулық сақтау саласы, Цой мырзаның мына адамы отыр ғой, және тағы басқалардың барлығы. Содан сабақ шығару керек. Ол сабақ халықтың көкейінде қанымен жазылғандай жатталып қалған нәрсе. Сол олардың бойын сезіктендіріп отырады. Сондықтан кешесіз бүгін жоқ, бүгінсіз ертең жоқ дейді. Мен барлық қоғам қайраткер есебінде халықтың атынан сөйлесем, мен халықты осы мүмкіндікті пайдаланып жасалу керек. Егер жасамасаң, ертең тағы біреуге жұқтырасың. Тағы біреуге балашағыңа зияның тиеді. Сондықтан жаңалдегі діннің жолында айтады ғой шариатта, ауырсаң ба емдер дейді. Ал денсаулық Алланың саған берген үлкен бір аманаты. Ал аманатқа қиянат жасауға болмайды дейді. Сондықтан бүгінгі күні біз тек қана көп халық емеспіз.
бар жоғы 20 миллионға жетпейтін халықпыз. Сол 20 миллион халықтың бүгін әр қайсысын түстеп, түгендеп, әр қайсымен билік органдары, атқарушы биліктің барлығы жақсы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатса, ол нәтижесін береді деймін. Жалпы халықта бұл індетке қарсы егу жұмыстарына бет бұрыс басталды. Мен оны барлық аймақтан көріп жүрмін. Эльмира ханым толықтыра кетер, дәрігер ғой. Иә, енді айтарым өз өмірін өз қолында, енді әр адам өзі таңдау жасау керек. Қаншама жаз айында, маусым шілде айында қаншама ауыртпашылық кезеңдер болды. Сол себепті енді түсіну керек, өзін, жанұясын жалпы қорғау үшін, ауырмас үшін осы вакцинаны алу керек. Көзбен көріп отырсыз ғой, адамдар қалай ауырып, ауыр жағдайда келіп жатқанын. Сәуле ханым, толықтырып кетсеңіз. Мен как сараптама орталығы ретінде айтатыным, мына вакцина жақсы деп дөп айта алмайды ешкім. Оның барлығы адамға ағзаға түскеннен кейін ағзаның беретін реакциясы ол. Сондықтан мынау жаман ауырды, мынау жақсы ауырды, мынау жеңіл өтті деп. Үш вакцинаның әсері үш вакцинасы әсері ол бірдей. Оның негізгі мақсаты антиденелердің түзілуі. Сондықтан мына вакцина жақсы деп біз мысалға айта алмаймыз. И ол ағзаның ответная реакция дейді ғой, яғни ағзаның жауап берген реакциясы ол. Сондықтан вакцинаны алу дұрыс, алу керек, міндетті түрде. Егер өзіңізді қоршаған ортаны, яғни туған туыстарыңызды қорғаймын десеңіз, міндетті түрде алған дұрыс. Ержан мырзаның қорытынды пікірмен аяқтайық, 1 минут уақытымыз бар. Жалпы жаңа тағы айтып кетемін, мынау бүкіл халқымызды қорықпай, тек қана ресми ақпараттарға сенуге шақырамын. Жаңағы мынау WhatsApp желілері, немесе бір әлеуметтік желілер арқылы келген дәлелденбеген ақпараттарды бір-бірлеріне таратпай, үркітпей халықты, тек қана біз бірігіп қана бұл қиындықтан шығамыз. Рахмет, сіздерге табыс тілейміз. Енді хабарымыздың соңында бірақ дерек, Франция қазір осы вакцинацияны жедел түрде қолға алып, Европада 1-ші орынға шыққысы келеді екен, қазір 4-ші орында. Сондықтан Францияда өте бай мықты мемлекет, жаңағы Дубайды айтып жатырмыз. Осы елдерден біз үлгі алуымыз керек, біздің азаматтарда осындай сауаттылық таныту керек деген ойдамыз. Сіздерге рахмет айтамыз. Біз үшін вакцинация қазір пандемиядан шығудың негізгі құралы болып отыр. Иә, вакцинациялаудың арғы қарқыны денсаулық сақтау жүйесінің үйлесімді жұмысына, азаматтардың түсінігіне, жақындары үшін дұрыс таңдау жасауына және ұжымдық иммунитеттің дамуына байланысты екендігін ұмытпайық. Себебі бүгіннің ертеңі бар, ауырмайық. Аман болыңыздар.